Так, бізде берілген есеп программаның орындалуы мына екінші тапсырмада. Программаны орындалуы аяқталған соң x айнымалысының қандай мәнге ие болатынын білуіміз керек. Енді мына жерде тұрған i тең g тең дегеніміз бұл жер қате i-ді g-ға теңестіреді. Мына жерде уже сразу бар ғой, i-дің қатары бірден басталады ғой. Ал біз орда алмай қойсақ болады. x тең 0 дейміз сразу. For i in range 1-ден 6-ға шейін, for g in range i плюс 1 6. Міне осы жер сәл түсініксіз болуы мүмкін. Және x қосылған тең 1 дегеніміз ол бізде x тең x қосылған 1 деген оператордың қысқартылған түрі болып табылады. Так, енді мен түсіндіріп өтейін мына жерге қалай ол болады. Міне бізде for i in range 1-ден 6-ға шейін деп тұр, иә. i-ымыз онда бізде қалай болады? 1, 2, 3, 4, 5, иә. Осы сандар қатарын қамтиды. Ал енді g болса, g-дің қызметі бойынша бұл жерде i-ға қосамыз 1-ді дегеннен басталады да 6-ға дейін деп тұр, иә. 6-ның өзі бірақта кірмейді. Мына жерде 5 кіреді ғой, ал бірақ мына 6 кірмейді, яғни 5-ке дейін деген сияқты ғой. 5 деп қойшы, 5 деп ше. Енді қараңыздар, i 1-ге тең болған кезде, i 1-ге тең болған кезде 1 болады да, жанына g-ға 1 деп жазбаймыз. i қосылған 1 қанша болады? i-ға 1-ді берген кезде, яғни 1-ді беріп тұрық қой. i-ға 1-ді берген кезде, міне, i тең болатын болса 1-ге, міне, 1-ге 1-ді қосасын 2 болады, иә. Онда біздің g-іміз 1-ден 2-ден басталып келеді. Міне, 1-де 2. Сөздерде міне, біздегі болған кезде g-дің қатары бізде қамтиды 1-ден 5-ке дейінгі, 1-ден 6-ға дейінгі аралық, бірақ 5-тен қалады ғой. 1-де 2, 1-де 3, 1-де 4, 1-де 5 болады, 6-ға шейін. Енді i-ымыз біздің 1 болған кезде, міне. Ал бізде i 2 болған кезде не істейді екен? 2-ні береміз, бірақ қасына 1-ге артылдырады, міне, i плюс 1 дедік қой, g-дің мәні. Яғни 2 болған кезде 2 қосылған 1-іміз 3 болады. Онда ары қарай ол 2-де 4 болады, 2-ден 5 болады. Міне, осылай қалады. Сосын 3-ті береміз. 3-ті берген кезде 3-те 4 болады, себебі айтып тұрмын ғой, i қосылған 1 арқылы жүзеге асып тұр ғой. 3-те 5-пен аяқталып қалады. Ал 4-ті берген кезде 4-те 5 болады, 1-ге артады да g-іміз. Сонымен бізде ары қарай 5-іміз болмайды ғой, 5-ке 1-ді қоссақ 6 болып кетеді да. Ары қарай ондай цикл жоқ болғандықтан бізде дәл осы қатар алынады екен. 1-де 2, 1-де 3, 1-де 4, 1-де 5, 2-де 3, 2-де 4, 2-де 5. Бірақ бізде есептің шартында не деп тұр? x қосылған тең 1 дегеніміз, яғни x тең x плюс 1 деп тұр. Бізге басында x-ке 0-ді беріп алдық, иә? Яғни бізде мына жерде 0 болады бірінші. Қосылған 1 болады. Сөйтеді ол бізде 1-ге тең, иә? Бұл қай жағдайда орындалады? Ең бірінші мынаған келеді ғой, цикл. Сөйтеді мынау 1 деп есептеледі, біріншісі үшін, мынау 1 үшін. Бірінші орындалады. Сөйтіп мына жерде 1 барады. Сөйтіп бізде мынау x-іміз жаңарды ғой, мына басына 0 енді ғой. Одан кейін қайтадан жаңады да 1-ді қосу арқылы. 1 болады да. Ал мына жерде мына қатар өзгермейді, мына плюс 1, плюс 1, плюс 1 деп кете береді. Цикл тоқтағанға шейін. Ал мына шеттер өзгеріске ұшырап отырады. 1-ге 1-ді қосасың 2. Ол мына шетке кетеді, 2. Осы циклды орындап кеткен кезде 1-де 3 болып операция орындалды ма, ол уже 1-ден есептеп отырады. Сосын 2 қосылған 1, 3-ті береді, 3 қосылған 1-іміз 4-ті береді, 4 қосылған 1-іміз 5-ті береді, иә. Дәл сол сияқты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болып шығады. Нәтижесі, егер біз x-дің өзін print x деп сыртына шығаратын болсақ, онда бізге 10 деген нәтиже шығады. Ал ондай болмаса, 1, 2, 3 деп былай жазсақ болады, космос сізге қалай шыққанын көрсетемін.
міне мен жазғаным бойынша бағана 1, 2, 1-де 3, 1-де 4 и мен ж бойынша жаздым ғой. Ал 4-те 5-пен аяқталып тұр, иә, тура мен жазғандай. Ал мына жерде x қосылған 1 деген бағанағыдай 1-ге артып тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп тұр. Егер қараңыздар, print x деген циклдың ішіне кіргізіп тұрмын ғой. Егер осыны мына жерге шығаратын болсақ, print x деп ше, просто сыртқа шығаратын болсам, мына жанындағы n-сі керек емес, ештеңе керек емес болып, мына сыртына print x деп шығаратын болсам, онда бізге тек қана 10 деп шығарып береді нәтижесінде. Түсінікті ма? Себебі біз циклдан шығып тұр, ал біз циклдың ішінде болған кезде ол дәл осы бағыт бойынша есептеп береді екен бізге. Кеттік келесі біздегі екінші есеп. Есебі екінші есебін қарайық. I плюс 1, 6 минус I деп тұр, иә? Бұл қалай шығарамыз бұл есепті? Қараңыздар. Түсіндіріп кетейін. Қалай біз бұны қарастыра аламыз деп. I-ға береміз біз 1, 2, 3, 4, 5, иә? 6-ға дейін деп тұр. Ал G-ға G-дің өзінің правиласы қалай болып тұр? I плюс 1 болған кезде менде осыдан басталады да 6 минус I-ға дейін, оны өз кірмейді, соға дейін деген деп тұр. 6 минус I-ға дейін деп тұр. Енді бетеміз I-ға біз 1-ді беретін болсақ, онда бізде G-дің циклы бойынша былай аламыз. I-ға 1-ді қосасында, иә? 1-ге, мына жерге I-ға 1-ді бердік қой. Мына жерге де 1-ді береміз, мына жерге де 1-ді береміз. Осы бойынша кетеді ғой. Сонда 1-ге 1-ді қосасыздар, 2 үтір ғой енді. 6 минус I деген 6-тан 1-ді азайтасыздар, иә? I-ға 1-ді берген кезде 6-тан 1-ді азайтасыздар, 5. Түсініп алыңыздар. Енді I-ға біз 2-ні берген кезде, міне 2-ге 1-ді қосасыздар, 3, иә? 6-тан 2-ні азайтасыздар, 4-ке дейін. Сосын I-ға біз 3-ті берген кезде G-іміз, иә? Бізді G ғана. G-іміз біздің 3-ке 1-ді қосасыздар, 4, 6-тан 3-ті азайтасыздар, 3 болып кетеді да, уже мынау бірінші сұрған саннан екінші сан кіші болып кетсе уже болмайды. Тек қана өзі ғана болса, 4-ке дейін болса, ол уже қараңыздар, ол да болмайды. 3-те 4 болады да, бірақ 4-іміз кірмейді ғой, мысалға жалғыз өзі ғана болып қалатын болса ше. 3-те 3 деген онымен сәйкес келмейді, потому что бізде басталуының өзі I плюс 1-ден басталып тұр. Яғни 3-ке 1-ді қосасыздар, 4-тен басталып тұр, иә? Уже бұл жерде цикл орындалмайды екен. Сонда біз не аламыз? Қараңыздар, 1-де G-лар қатары бойынша. I-ға 1-ді берген кезде G-іміз 2-ден басталады. 2, 1-де 3, 1-де 4-ке дейін, уже осы 5 кірмейді. Түсіндіңіздер ғой? Ал мына жерде 4 кірмейді. 4 кірмейді, 5 кірмейді. Сонда бізде 2-де 3 болады ғой G-іміз. Ол бар болған осы ғана болып тұр. Ал x плюс 1 деген ол бағанағыда айтқандай счетчик деп айтсақ болады, санағыш деп ше, санауыш деп ше. Мына жерге x плюс 1 деген басында 1, x, x-ге басында 0 беріп алдық қой мынау. Сол кезде 0 қосылған 1 деп есептейді, тең 1 болады да. Бізде мына жер 1-ден бастап ары қарай 2 болады, 3 болады, 4 болады. 1, 2, 3, 4 деп аламыз. Сонда біздегі соңғы нәтижеміз x-міз 4-ке тең болады екен. X-міз 4-ке тең болады екен. Ал енді осы программасына салып көрсек, баны салып көрдім. 1-де I плюс 1, 6 минус I, EG, енді, EG-дің орнына етеміз. X дейміз, X, мына қатарын бар болмайды екен. X плюс тең 1. И бас жағына біз X-мізді белгілі болу үшін 0 беріп аламыз. Онда бізде
белгілі болады да, анау мынаяққа шығарып қояйын. Принтқа x жіберіп қояйық. Сөйтіп көрейік, бізде 4 шығу керек жауап. Міне жауап бізде 4 шықты. Көрдіңіздер ме? Ал мына бағана жазғаным 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3 бағана есептеген кезде. Міне мынау есептегенім ғой. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3. Қайдан шыққан? Мына бағыт бойынша сіздерге дәлелдеп шықтым. Жақсы, енді бізде келесі есебіміз түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір келесі есеп бізде үшінші есеп. Үшінші есеп қалай шығады екен? Сразу бастайық. Бүйтеді. X плюс тең 2-ге тең болған. Мына 1-ге артып отыр еді бағана, иә? 1, 2, 3 деп бастап едік. Өзіміздің кәдімгі сурет бойынша. Ал мына жерде уже 2-ге артып отыр. Қалай болады? Сразу 2-ден басталады. 2 деп ары қарай 4 деген сияқты ше, бізде жұп сандарды алып отырады екен. Бізде айға 5-ті берген кезде 1, 2, 3, 4 қана болады, 5 кірмейді міне. Одан кейін time range, бағана айтқан едім ғой алдында I, K дегендерге кезеңнің айнымалы ретінде қарастырсақ болады. Ал бізде бұл жерде K қалай болады екен? Бірінші атауымыз I минус 1, I плюс 1. Кеттік. Біздіміз I-ымыз 1-ге тең болған кезде K қай аралықты қамтиды? Айдан 1-ден 1-ді айтамыз 0 болып кетеді ғой, 0. 1-ге 1-ді қосамыз 2. Еще мына 2-ні өзі кірмейді. Оны келесі істейміз. Айға 2-ні берген кезде бізде К қалай болады? 2-ден 1-ді айтамыз 1. 2-ге 1-ді қосамыз 3. Айға 3-ті берген кезде К қамтиды. 3-тен 1-ді азайтамыз 2. 3-ге 1-ді қосамыз 4. Ал біз 4-ті берген кезде К бізде 4-тен 1-ді азайтамыз 3. 4-ге 1-ді қосамыз 5. Енді осы реттілікпен жазып шығайық. 1-де 0, 1-де 0, 1-де 1, 1-де 1. 1-де 2 уже болмайды. Мына аралық кірмейді, осыған дейін дегенді бітіреді. 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3 болмайды. Мына жерде 3-де 2, 3-де 3, 3-де 4 болмайды. 4-де 3, 4-де 4, 4-де 5 кірмейді, осыға дейін. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болып тұр, иә? Мына жерде x-іміз бізде айтып тұр, иә? Қараңыздар, x қосылған тең 2 деп тұр. Басында біз x-ға 0-ді береміз, цикл басталған кезде. Сөйтіп бізде 0-ге 2-ні қоссақ 2 болады ғой. Ары қарай мынау 2 болады, 4 болады, 6 болады, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 болады. Сонда бізде жауап x-іміз 16-ға тең екен. Ал мына жерде 8 сан болады ғой, 8-ді 2-ге көбейтеміз, бізде жауап 16-ны білдіреді екен. Оны өздеріңіз салып дәлелдеп алсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге көрсетпей қояйын. Кеттік, 4-ші есепті талқылайық. Төртінші есепті талқылайық. Бізде берілгені былай. Айдан бізге x-қа 10 беріп қойыпты алдын ала, иә? Айымыз бізде 1, 2, 3-тен бітеді. 4 кірмейді уже, мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Ал for time range 0 I дейді. Қызық, иә? G-іміз бізде 0-ді береді. Яғни әрқайсысының 0 тиесілі болады. Сөйтіп, айға дейін ғана. Кеттік, енді біздің айымыз 1-ге тең болған кезде G-іміз 0-ден бастап ай 1 ғой, иә? Айды орнына 1-ді қоямыз. 1-ге дейін. Тона 1-іміз кірмейді, иә? Сонда, мына жақта, сонда біз 0-дің ғана, мына жерде 1-де 0,
болады. И G қатар 1/1 кірмейді. Сонда 1/0 ғана болып тұр ғой мына жер. Сосын біз 1-ді бердік, енді 2-ні берейік. I-ға 2-ні берген кезде G-іміз 0-ден басталады да I-ға дейін 2-ге дейін. Сонда бізде 2-де 0, 2-де 1, 2 кірмейді, осыған дейін. I-ға 3-ті береміз. G-іміз болады 0-ден 3-ге дейін. Сонда 3-те 0, 3-те 1, 3-те 2-ден аяқталып болады. Енді қараңыздар, x тең x плюс k минус 1 дейді. Бұл нені білдіреді екен? Қараймыз. Бұл нені білдіреді? Істеп қояйық. Бүйтеміз. X-қа басында 10-ды берді, формуланы жазып қояйық. Плюс мына жерде x тең, қарап отырыңыздар. K минус 1. K-ға біз K бізде мен сіздерге G бойынша түсіндіріп қой. Мына жерде G емес K ғой. Мыналар K ғой. Қараңыздар. K. Сөйтіп қоямын, берілгені K екен. Сонда бізде K-ға ең алдымен 0-ды бердік, мына жерде қараң 0, 1, 0, мына жер бойынша мына G қатары ғой, I қатары. Екінші сандардың бәрі бізде G. 0-ды береді, одан кейін нені береді? Тоже 0-ды береді. Одан кейін 1-ді береді, міне, по порядку жатыр. Мынаны береді, сосын барып 1-ді береді. Одан кейін тағы да 0-ды береді. Сосын 1-ді береді. Сосын 2-ні береді. Өзгеріске ұшырап отырды ғой. Так. Енді әрқайсысына минус 1 беріп қоямыз. Бұл автоматты түрде берілген. Минус 1 деп жазылып тұр формуласы. Формула қойып шығады. Мына жақшаларын тұтайық кішкене. Плюс дейміз да, x-қа ең алдымен біз, қараңыздар, 10-ды берді, 10 есептеуге тең болады, есептейміз. Біз x-іміз өзгеріп отырады цикл жүрген сайын. 0-ден 1-ді тастап минус 1, 10 плюс минус 1 дегеніміз уже 9. Одан кейін мына 9-ны аяққа түседі да, 9-дан азайтасыздар 1-ді, 8. 8 мына жерге түседі да, 8 болады қайтадан, потому что 1 плюс 0 болады, 8 болады. Сөйтіп 8-ге 8 қайтадан мына жаққа түседі да. Так, қай жеріне келдім, ойбай. Мынау кетеді, мынау бойынша кетеді, мынау бойынша кетеді, былай кетеді, мынау былай кетеді ғой, мына кішкене. 8 қосылған 0-ден минус 1 болып тұр ғой сразу. Минус 1, 7 болады. Сосын 7 мына жерге береміз ғой. Тағы да 7 болады, себебі есептесеңіздер 0 болды. Біз мынаға 7-ні қайтадан береміз. Тең болады. 1, 2-ге 1 сосын 1, 7-ге 1 қосыңыздар 8. Ең соңғы жауап бізде жауапты принтқа жіберген кезде print x дейміз ғой, сол кезде бізде x-іміз 10-ға тең болады екен. 8-ге тең болады екен, 10 деппін ғой. 8-ге тең болады екен. Сенбесеңіздер өздеріңіз дәл осы 4-ші есепті, осыны idleға салып, Python компиляторына салып есептеп көрсеңіздер болады. Жақсы.